Қайырлы күн достар, менің каналыма тіркеліп лайк басамыз және осы видеоны соңына дейін көріп шығамыз. Бүгін сіздермен 20 минутта дайындалатын өте дәмді тағамның рецептісімен бөлісемін. Ол үшін бізге тауықтың төс еті, қара, қызыл бұрыш, тұз, кориандр және осындай нан үгіндісі қажет, яғни панировочный сухари. Осындай тауықтың төс етін бірнеше бөліктерге бөліп, өте жұқа етіп, бір бөлігін аламыз, үстіне пленканы жауып, ет ұрғышпен жақсылап ұрып шығамыз. Өте жұқа болғанша. Осылай видеодағыдай ұрып шығамыз. Етімізді ақырын алып, нан үгіндісі, тұз, қара бұрыш барлығын араластырып, оның үстіне етімізді салып, осылай малып аламыз жақсылап. Әрқайсысын осылай видеодағыдай қайталап шығамыз. Міне қараңыздар, етіміз өте жұқа болды. Енді табамызға май қыздырып, қызып тұрған майға осылай тауықтарымыздың бір-бірден салып, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. 5-8 минут шамамен. Осылай жақсылап екі жағын қызарғанша қуырып аламыз. Және тауықтың жанына кез келген гарнир дайындасаңыздар болады. Мен бүгін күріш дайындадым. Ол үшін жақсылап жуылған күрішті аламыз. Табаға май қыздырып, майдың үстіне күрішімізді салып, осылай қуырып шығамыз 5 минуттай шамамен. Үстіне қайнаған су құйып, бұқтырып қоямыз. Суды көп құймаңыздар, сол кезде сіздің күріштеріңіз өте дәмді болып шығады. Бөлек таза ыдысымызға қаймақ саламыз. Менде шамамен 3-4 қасық. Осылай үпкіштен сарымсақты өткіземіз. Үстіне қара бұрыш, тұз және де ас көкті салып, жақсылап араластырамыз. Мен кішкене қызыл бұрыш септім. Үстіне осылай ас көктен сеңіздер болады. Осылай жақсылап араластырып, оны дайын болған тауығымыздың үстіне жағып, жанына гарнирімізді қойып, қалағанымызша әсемдейміз. Біздің тағамымыз дайын болды, өте дәмді болды. Жұмсақ, 8 минутта осылай тауық пісіп шығады. Барлығы сіздердің 20 минут қана уақыттарыңызды алады. Өте дәмді шықты, іші толықтай пісті. Соуспен өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Ақбота Садыкова.